Мен Әділет Қабдолла, Алаш партиясының ұйымдастыру комитетінің төрағасымын. Қазақ елі әлемдегі дамыған 30 елдің емес, әлеуетті 10 мемлекеттің қатарынан көріне алады. Оған қазақ халқының ақыл-ойы, жігері жеткілікті. Ал табиғи қазба байлығымыз бірнеше ұрпағымызға жетеді. Бірақ бізді аяқтан тартып отырған бір кесел бар. Ол қоғам құрты жемқорлық. Қазақ елі осы күнде әлемде ең бай шенділермен және бір-бір қорап азыққа мәз болатын қайыршы халықпен әйгілі. Бұл стереотипті бұзып, жүйені өзгертуіміз керек. Ол үшін біз 193 елмен қылмыскерлермен алмаса алатындай келісім жасауымыз керек. Жемқорларды сонда біз тескен таудың тесігінде жүрсе де табамыз. 1991 жылдан бері шетелде қашып жүрген парақоларды түгел елге қайтаруымыз керек. Жемқорлықпен күрес агенттігінің жұмысын толық қайта құруымыз керек. Ел болам десең, бесігіңді түзе, жасасын Алаш.